Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қазір біз көрнекті өкілдердің жеке құжатын дайындаймыз. Алдымен мына жерде фоторедактор деген сайтқа кіреміз. Міне осы сайтқа кіргеннен кейін Қазақстан Республикасының жеке куәлігін осы орналастырамыз. Міне орналастырып қойдым. Енді осыған қазір көрнекті өкілдердің біреуі Ахмет Байтұрсынұлы туралы мәлімет дайындап көрейік. Алдымен Яндекске кіреміз де Ахмет Байтұрсынұлы туралы мәлімет тереміз. Мына жерден Ахмет Байтұрсынұлы туралы материалдар шығады. Соның ішінде Ахмет Байтұрсынұлы туралы Википедиядағы материалдарды сохранить етіп аламыз. Алдымен мына жерде картинаны басамыз. Картинаны басқан кезде мына жерде міне Ахмет Байтұрсынұлы сурет шығады. Міне осы суретті біз копировать изображение деген бар. Осыны басып сохранить етіп аламыз өзімізге. Одан кейін оны сохранить етіп болғаннан кейін ол суретті біз мына жердегі манағы фоторедакторға апарып қондырамыз. Міне қондырып болғаннан кейін енді мына Википедияға барамыз. Бұл жерде міне Ахмет Байтұрсынұлы туралы толық ақпарат берілген. Міне осыны қазір біз мына жерде Ахмет Байтұрсынұлы деген тұсына мына жерде копировать адрес дегенді басамыз. Осыны басамыз да мына жерде мынадай тағы сайт бар. Генератор QR код деген. Міне осы генератор QR код дегенге мына жерге жаңағы біздің көшіріп алған сілтемемізді осы жерге әкеліп қондырамыз. Әкеліп қондырғаннан кейін QR код шығады. Міне осыны сохранить ететін мына жерде тағы бір несі бар. Осы ссылканы осыны басып қаламыз. Осыны басқан кезде QR код сақталады. Сақталған QR кодты біз жаңа мына жерде фоторедакторға әкеліп қондырамыз. Мына қондырған кезде міне дайын түрі басталады. Енді осыдан кейін осы жерге мына жерде фамилия тегі дегенге мына жерде текст деген бар. Осы текст дегенді басамыз. Текст деген басқан кезде міне добавить текст деген бар. Мына жерде қара түсті таңдаймыз. Добавить текст дегенді басамыз. Мына жерге шықты осындай әріптер. Осыны енді қазақша әріптерге ауыстырамыз. Тегі дегенге Байтұрсынұлы деп жазамыз. Одан кейін аты дегенге тағы да добавить текст дегенді басамыз. Оның да әріптерін қазақшаға ауыстырамыз. Ахмет. Енді мына жерде туған кезі деген бар. Соған тағы да басамыз. Добавить дегенді осы жерге туған жылы мен қайтыс болған жылдарын кірістіреміз. Оны мына жерде Википедиядан қараймыз. Мына жерде мысалға 5 қыркүйек 1872 деп тұр екен. Яғни жерге жазамыз 05-09-1872 жыл. Қазақша қайтыс болған жылы мына жерден қараймыз. 8 желтоқсан 1937 жыл деп 08-12-1937. Міне осылай. Енді осыны мына жерде сохранить деген бар. Осы сохранить дегенді басамыз. Осыны басқан кезде біздің төлқұжатымыз дайын болады. Ахмет Байтұрсынұлы алынған төлқұжат осылай болып дайындалады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер қажет болса осы каналға тіркеліп пікір жазып қалдырыңыздар.